Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар? Кезекті дәрісімізді бастаймыз. Тақырыбымыз іскерлік адамның имиджін қалыптастыру. Іскерлік адамның имиджі әдетте қалыптасқан имидж ретінде түсініледі. Онда құндылық белгілі бір әсер ететіндей ажыратылады. Имидж адамның жеке қарым-қатынасы барысында ол туралы басқалардың пікіріне сүйене отырып қалыптасады. Іскер тұлға имиджінің компоненттері, яғни бұл жерде имидждік модель элементтер деп айтсақ болады. Бірінші жағдайда сыртқы келбеті, костюм таңдау кезінде іскер адам келесі жалпы ережелерді басшылыққа алуы керек. Бұл жерде стильдің нақтығы, яғни сәйкестігі жағдайлары, түстер схемасын ақылға қонымды минимализациялау, яғни бұл жерде үш түсті ережеге сәйкес жүзеге асыру. Түстердің салыстырмалығы, бірінші жағдайда материал текстурасының үйлесімділігі және киімнің әртүрлі құрамдас бөліктеріндегі өрнек сипаттарының салыстырмалығы. Аксессуарлардың сапалы деңгейінің, бұл жерде аяқ киім, папка, портфель және тағы басқа да аксессуарлар негізгі костюмнің сапасына сәйкестігі бұл іскерлік тұлғалардың имиджін қалыптастыруда ең маңызды рөл атқарады. Тактикалық қарым-қатынас. Екінші жағдайда бұл жерде іскер адамның имиджі үшін қарым-қатынас тактикасы өте маңызды. Оған келесі талаптар қойылады. Бірінші, яғни бір типтегі жағдай мінез құлықтың бірнеше нұсқалары болуы және олардың тиімді қолдана білу қажет. Екінші жағдайда іскерлік қарым-қатынаста қандай да бір қарама-қайшы, тіпті одан да көп қақтығыстарға жол бермеу керек. Алайда принципті ұстанымдар бойынша даулар мен алшақтықтар болуы мүмкін. Ең бастысы текетірес жеке араздыққа ұласпауы керек. Үшінші, бұл жерде психологиялық әсер ету механизмдерін шебер қолдану. Яғни бұл жерде сүйіспеншілік, жанашырлық, сенім, сыйластық және әдептілік бұл өте маңызды психологиялық әсер ету механизмдері жатады. Үшінші жағдайда іскерлік этика және хаттама. Этикет бұл адамдар арасындағы қарым-қатынасының сыртқы көріністерін реттейтін мінез құлық ережелерінің жиынтығы. Қазіргі іскерлік этикетте визиткалар маңызды рөл атқарады. Сәлемдесу және таныстыру этикеті адамдарға деген қарым-қатынастың сыртқы көрінісіне қатысты ережелер мен бастапқы тұлға аралық қарым-қатынас жиынтығы. Қазіргі іскерлік этикетте қарым-қатынаста болған адамдардың жынысына, жасына және лауазымына, сондай-ақ олардың топтар мен жалғыз болуына байланысты танысу мен сәлемдесуге қатысты кейбір ережелер әзірленеді деген сөз. Төртінші жағдайда іскерлік қарым-қатынас этикасы. Яғни іскерлік қарым-қатынас этикасын жиынтық ретінде анықтауға болады. Яғни бұл жерде адамгершілік нормалар бойынша және де қағидалары, ұстанымдары реттеуші органдардың мінез құлық адамдардың өндірістік қызмет процесінде қарым-қатынасында туындайды. Яғни демек, іскерлік қарым-қатынас этикасы азаматтардың тараптармен бір-біріне, яғни мінез құлықтарын сыпайылықпен қарым-қатынас жасау бұл өте маңызды болып табылады. Харизматикалық көшбасшы, яғни оның бейнесінде күшті дамыған үш құрамдас бар дәрежелер ерекшеленеді. Бұл бірінші жағдайда фасцинациялау, жеке әсемдік, сыртқы тартымдылық. Екінші, аттракцион адамдарға олардың өз үшін маңызды және қажет екенін, сол арқылы олардың өзіне қарай тарта алатын мәнді түрде көрсете білу. Ұсынысты, яғни энергетикалық тартымдылық, адамдарға әсер ету қабілеті. Жалпы мақсатты аудитория деген болады. Ол мақсатты аудитория үндеу нысандарының әртүрлігі бойынша кәсіпорын өз аудиториясы туралы нақты түсінікке ие болып отырып жұмысқа кірісу керек. Тиімді коммуникацияларды дамытудың бастапқы кезеңінде
жеке тұлғаны қалыптастыру мақсаты аудитория туралы кімнің идеялары және басқандай ақпараттарды тыңдаушы ретінде қалыптасады. Мақсатты аудитория бұл компанияның өз хабарламаларын жіберетін кез келген топ болып табылады. Көп жағдайда мақсатты аудитория бұл қажеттіліктерді өтеу үшін жиналатын арнайы топ болып табылады. Белгілі бір өнімнің түрлерін презентациялау барысында, яғни тұсаукесерін ашу барысында арнайы мақсатты аудиторияны жинау, яғни біз сол мақсатты аудиторияның негізгі біздің мақсатымызға жетудегі ықтималдылық жолдарында, яғни маңызды рөл атқарады екен. Мақсатты аудиториялардың негізгі түрлері. Бұл жерде фирманың қызметкерлері, бұл осы санаттағы ең көп қолданатын байланыс құралдары мыналар болып табылады. Яғни жұмыс нәтижелерін материалдық ынталандыру, майдангерлер мен ардагерлерге арналған жеңілдіктер жүйесі, қызметкерлер арасындағы жарыстар, өз қызметкерлеріне бағытталған демеушілік және тағы басқалар. Екінші жағдайда нақты және әлеуетті тұтынушылар, яғни бұл мақсатты нарық компанияның коммуникациялық саясатының негізгі адресаттарының бірі болып табылады. Бұл жерде мақсатты нарықпен байланыс жүйесі құралдарының көптігімен және алуан түрлігімен ерекшеленеді деген сөз. Үшінші жағдайда маркетинг делдалдар. Бұл адресаттың күтілетін жауабы, яғни бұл өзара түсіністік жағдайындағы стресстік компанияның маркетингтік функцияларын жүзеге асыруда тиімді көмек көрсетеді. Төртінші жағдайда байланысты аудиториялар. Байланыс аудиторияның жауабы ретінде фирма өз қызметін жеңілдетуді, фирманың оң беделін қалыптастыруды және қолдау немесе ең болмағанда қарсылықтың болмауын күтеді. Бесінші, жеткізушілер ұйымды шикізатпен, материалдармен, жабдықтармен және басқа да материалдық ресурстармен қамтамасыз ететін фирмалар және тұлғалар болып табылады. Бұл жерде күтілетін жауап, яғни өзара тиімді шарттарды ынтымақтастық, келісімге келу. Алтыншы, мемлекеттік басқару органдары, яғни заң шығарушы, атқарушы, басқа да мемлекеттік мекемелер. Бұл жерде байланыс құралдары, ұлттық бағдарламаларға қатысу, презентациялар жасалу, көрмелерге қатысу, мемлекет басшыларын және жаңа тауарлармен таныстыру және тағы басқалар жатқызуға болады. Дәрісіміз аяқталды.